Ер адамдар үшін жұмыртқаның пайдасы ғылыми негізде. Жұмыртқа әлемдегі ең пайдалы тағамдардың бірі. Әсіресе ер адамдар үшін оның құрамындағы дәрумендер мен минералдар денсаулықты жақсартуға үлкен әсер етеді. Бұл бейнежазбада жұмыртқаның ерлер денсаулығына тигізетін 7 негізгі пайдасын қарастырамыз. 1. Бұлшық ет өсіру және қалпына келтіру. Жұмыртқа жоғары сапалы ақуыздың көзі. Bir жұмыртқада шамамен 6-7 грамм ақуыз бар. Бұлшық ет салмағын арттырғысы келетін ерлер үшін бұл өте маңызды. Ақуыз бұлшық еттің өсуі мен жаттығудан кейін қалпына келуіне көмектеседі. 2. Тестостерон деңгейін қолдау. Жұмыртқаның сарысында холестерин мен дәрумені бар. Ғылыми зерттеулерге сәйкес, дәрумені мен пайдалы холестерин тестостерон гормонының деңгейіне оң әсер етеді. Бұл ер адамның жыныстық қуаты мен жалпы энергиясын қолдауға көмектеседі. 3. Ми қызметін жақсарту. Жұмыртқада холин деген зат бар. Бұл нейротрансмиттерлердің дұрыс жұмыс істеуіне көмектесетін қоректік зат. Холин есте сақтау қабілетін арттырып, жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады. 4. Көз көруді жақсарту. Лютеин мен зеаксантин атты антиоксиданттар көздің шаршауын азайтып, көру қабілетін жақсартады. Компьютермен ұзақ жұмыс істейтін ер адамдар үшін бұл өте маңызды. 5. Салмақты бақылау және энергия. Жұмыртқа ұзақ уақыт тоқтық сезімін беретін тағам. Таңғы асқа жұмыртқа жеу артық тамақтанудан сақтайды. Бұл әсіресе дене салмағын бақылап жүрген ерлерге пайдалы. 6. Жүрек денсаулығына әсері. Кейбір зерттеулер жұмыртқаны қалыпты мөлшерде тұтыну, күніне 1-2 дана, жүрекке зиян емес екенін, тіпті әділ, жақсы холестерин деңгейін арттыратынын көрсеткен. 7. Сперманың сапасын жақсартуы мүмкін. Холин, селен және Е дәрумені ұрық сапасына оң әсер ететін элементтер. Бұл заттар жұмыртқада табиғи түрде бар және репродуктивті денсаулықты жақсартуға көмектеседі. Қорытынды. Жұмыртқа ер адамдар үшін табиғи, суперфуд. Бірақ оны шамадан тыс тұтыну зиян болуы мүмкін. Дұрыс дайындалып, мөлшері сақталған жұмыртқа денсаулық кепілі. Бонус. Күніне 1-2 пісірілген немесе қуырылмаған жұмыртқа жеткілікті. Жақсы нәтиже үшін көкөністермен бірге тұтыну ұсынылады.